Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз болашақтағы компьютерлер. Оқыту мақсаты компьютерлік және мобильді технологияларды ескеруі, ғылыми техникалық прогресспен байланысты екенін түсіндіру. Бүгін біз не үйренеміз? Болашақтағы компьютердің дамуын және мобильдік технологиялардың дамуын. Біз компьютерді пайдалана отырып, программалардың көмегімен түрлі ақпараттармен алмастық. Құжаттармен, видео, аудио файлдар, ойын программалармен, робот жобалармен таныс болдық. Күн өткен сайын компьютерлер мен программалар, мобильдік технологиялар қарқынды дамып келе жатыр. Қалай ойлайсыңдар? Бұрын компьютер болмаған кезде біз мәтінді қалай жаздық? Мәтінді жазу үшін жазу мәшинесінің қолданылған. Кейін ғылыми техникалық құралдар дамып, заманауи компьютерлер, құрылғылар шығарыла бастады. Қазір біз мобильді технологияларды өзімізде қолданып жүрміз. Солай емес пе? Бұл технологиялар өзімізге қажетті ең негізгі құралдарға айналды. Себебі түрлі мобильді қосымшалар кеңінен таралып, қолданысқа енгізілді. Атап айтсақ, жол карталары, коммуналдық қызметті төлеу, білім саласындағы түрлі қосымшалар, интерактивті байланыстар және ұялы телефондар арқылы жүргізілді. Қазіргі кезде автоматтандырылған адам қажетіне еңбек етуге бағытталған күрделі құрылғылар, роботтар мен сендер де таныссыңдар. Тұрмыстағы көптеген қызметтерді атқаратын, қадағалайтын, адамдарға көмекші, сәбилердің көңілін аулайтын тағы басқа роботтар жасалынды. Сұранысқа ие интеллектуалдық роботтар да пайда бола бастады. Ғылыми техникалық жетістіктердің нәтижесінде компьютерлік және мобильдік технологиялар үнемі жаңарып отырады. Осылайша ғалымдар заманауи құрылғылардың күнбе-күн дамуына үлестерін қосуда. Қазіргі компьютерлер ақпараттарды дыбыс арқылы танып білу, дыбыстардың өңдеу қабілетіне ие болады. Көбінесе сенсорлық экранмен, панельдермен жабдықталады. Компьютерлер ғалымдардың айтуы бойынша бірнеше бағытта дамып жатыр. Атап айтатын болсақ, молекулалық компьютерлер, биокомпьютерлер, оптикалық және кванттық компьютерлер. Міне қызық. Әлемде ең алғашқы ноутбук жасау идеясы 1968 жылы Xerox фирмасы зертханасының басшысы Алан Кей ұсынды. Кей ноутбукты кітапқа ұсыныш жазық экранды етіп, сымсыз желі арқылы жасауды ұсынған болатын. Алан Кей кейінірек блокнот көлемінден тең келетін желіге сымсыз қосылуға болатын шағын экранмен жабдықталған және тасымалдауға жеңіл есептеуіш мәшинесін құрды. Ноутбуктардың ерекшелігі салмағы жеңіл, көлемі шағын болды. Ноутбук сапарға, демалыс орындарға, алыс аймақтарға алып жүруге өте ыңғайлы. Оқушылар, сіздерге бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап берейік. Яғни компьютерді қайда қолданамыз? Ұялы телефондағы қандай қосымшаларды пайдалы деп санайсыздар? Екінші себебін анықтаймыз. Не себепті технологиялар жылдам дамып жатыр? Неліктен адам роботтарды пайдаланады? Осы сұрақтарға жауапты дәптерімізге жазып аламыз. Екінші тапсырма оқулықтағы 130 беттегі құрылғыларды салыстырып қызметтерін айтамыз. Үшінші тапсырма 131 бетте, яғни суретте көрсетілген құрылғылар бойынша қанша компьютер жиынтығын жинауға болады,
соны дәптерімізге жазып аламыз. Олар мындағы суреттерде жиілік блок, монитор, пернетақта, тінтуір қойылған. Осы суреттегі жиілік блок, монитор, пернетақта, тінтуір мен қанша құрылғы жасауға болатынын дәптерімізге жазамыз. Рефлексия. Мен бүгін нені білдім? Енді не білгім келеді? Соны да жазасыздар. Дейма? Орындалған тапсырманы электрондық почтама немесе WhatsApp мобильдік қосымшама жекеме жіберсеңіздер болады. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.